Мен Шәмшінің өзін дүниеде өзім көргенмін. Шәмшімен қатар тұрдым, Шәмшімен әңгімелескенмін. Сондықтан маған ол қатты әсер етті, мен Шәмшінің образын шығаруға жеңілірек болды. 2008 жылы Қазақ балетінің королі Шәмші Қалдаяқовтың мүсінін жасауға конкурс жарияланады. Оған Астана, Алматы, Шымкент және басқа қалалардан мүсіншілер қатысады. Әбдікәрім Ахметов конкурсқа Шәмші мүсінінің 2 жобасын ұсынған. Бірінде композитор ән айтса, екіншісінде нота тақтасына сүйеніп тұр. Қазылар ән шырқап тұрған нұсқасын таңдайды. Соның ішінде менің жасаған кішкене үлгім бірінші орын алып, 30-ға ие болдым. Мүсінші Шәмшінің болмысын сырттай ғана емес, өз естелігімен де таныған. Өйткені композиторды көзі тірісінде көріп кездескен. Енді Шәмшіні жасаған кезде ол жаңағы бойы да, ойы да, оның бәрін көрсете білу, халыққа таныта білу. Енді Шәмшінің өзінің дүниеден көргеннен кейін маған ол қиындыққа соққан жоқ. 2009 жылғы күзде Шәмші аллеясына орнатылған болмысын содан бері Шымкенттің жұртқа таныс бейнесінің біріне айналды. Бірақ оның артында Шәмшіні көріп сөйлескен мүсіншінің жеке естелігі жатқанын көбі біле бермейді. Бұл тұлға халықтың есінде ұмытылмайтын тұлға болып қалды ғой. Сондықтан Шәмші ұмытылмайды. Шәмші біздің жүрегімізде. Сыр бойын шарлады.